Қызғаныш пен өшпенділік. Қызғаныш пен өшпенділіктің мәні және салдары. Қызғаныштың мәні Алла тағаланың біреуге қандай да бір жақсылық бергеніне разы болмау және сол адамның осы жақсылықтан құр қалуын тілеу. Ал өшпенділікке келер болсақ, ол дұшпандық, зұлымдық, адамдармен қарым-қатынасты үзу дегенді білдіреді. Қызғаншақ ешкімді аямайтын, жайына қалдырмайтын әділетсіз, жауыз адам. Алланың таңдаулы пайғамбары саллаллаху алейхи уассалам барлық күнәлар үш сипатқа негізделгенін айтқан. Үш түрлі нәрсе бар. Олар кез келген күнәнің негізі, солардан сақтаныңдар. Тәкаппарлықтан сақтаныңдар. Расында ол іблисті Аллаға мойынсұнбауға және Адам алейхиссаламға бас имеуге итермеледі. Қатты құмарлықтан сақтаныңдар. Расында ол Адамды алейхиссалам жәннаттағы тыйым салынған ағаштың жемісін жеуге итермеледі. Қызғаныштан сақтаныңдар. Расында Адам алейхиссаламның ұлдарының бірі Қабыл, інісі Әбілді қызғаныштан өлтірді. Алла тағала Дәуіт пайғамбардың ұлы Сүлейман пайғамбарға уахи түсірді. Тақуа құлдарыма ешқашан тіл тигізбеңдер, және менің құлдарымның ешқайсысын қызғанбаңдар. Сондай-ақ бір тақуа кісінің былай дегені айтылады. Алла тағала бір құлға қатыгез дұшпан жібергісі келсе, оған мейірімсіз көре алмау үшін жібереді. Қызғаныш шариғаттың адам жүрегіне әсерін әлсіретіп, кісінің дінін жояды, жүрегі перделеніп қараяды. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам расында сендерге бұрынғы қауымдардың дерті қызғаныш пен өшпенділік келді. Бұл екеуі қырып жойып тастайды, бірақ шашты емес, дінді. Сондықтан арифтердің бірі үш түрлі адамның дұғасы Алла тағаланың алдында қабыл болмайды. Олар харам жейтіндер, өтірік айтушылар және өшпенділік танытушылар мен көре алмаушылар дейді. Жаратушының олардың дұғаларын қабыл етпеуінің сыры олардың Алла тағаланың құлдарына белгіленген тағдырына наразылық танытуында. Көре алмаушымен қарым-қатынас. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам сахабалары бізге еш нәрсеге қанағаттанбайтын адам деп көре алмаушылардың негізгі сипатын айтып берді. Мысалы, сахаба Мағауия радиаллаху ан былай дейді: кез келген адамның көңілінен шығуға болады, тек көре алмайтын адамның көңілінен шыға алмайсың. Өйткені оны Алла тағала нәсіп еткен жақсылықтан бір адамның айырылуы ғана қуантады. Сондай-ақ келесі жолдардың имам әш-Шафиғиға тиесілі екені айтылады. Бар дұшпандық басылады деген үміт бар, қызғаншақ адамның келетіні болмаса. Данышпандар бізге қызғаншақ адамның көңілінен шығамын деп босқа күш жұмсамауды айтады. Өйткені бұл мүмкін емес нәрсе дейді. Олар былай дейді: қызғаншақ адамның ықыласына ие боламын деп әуре болма. Өйткені ол сенің оған деген жақсы қарым-қатынасыңды ешқашан қабылдамайды. Ал егер оның зияны тиіп кетпесін десең, одан қуанышыңды жасыруға тырыс, нығметтеріңді оған көрсетпе.